кіріп бір сүңгі алу керек еді осылай. Ё-моё, шаршап кеттім деген. Осы мынау үйде көшу керек сияқты маған. Өйткені мені мет атып кеткен тұғын. Сол метті іздеуге досымнан сұраған тұғын. Ол досым көмектесем деп білмеймін, звондаған жоқ, вообще бар ғой. Осы меттің шаруасы бір тындырып қайтып керек еді мет. Айырып кәді. Осы кеттігенді біздер шамалып жүріп па деген звондақ қалатын шығар. Машина жоқ, кете берейік. Үшін бір магазинге, заправкаға кіріп бензин толтырып жүріп үшін тұрды. Оны өте саламыз. Так, мен заправка майда. Аха, оң жақта, так. Сол жақта деген мой ем. Осылай қоямыз. Так, барып төлеп қайтейді. Ал билігіне бензин қойайын деп отыр. Міне әлі ел. Магазинде не бар? Ага, салам алейкум, қалай жағдай? Все нормально. Не бар екен маған. Бірақ қарын тойып тұру үшін тамақ жеп алған. Қарындастар. Өшім айтқандай. Деладан дела, бандит болып уже шаршап біттім бар ғой. Опасный человек. Нормально өмір сүру керек еді. Бар ғой, қыз тауып шабай үйреніп қалашаға. Үйрену керек еді. Жақсы болды, біздер бұлай қарай кете берейік. Өшім айтқанда біздерде бүгін метті қалайда табу керек қой өшім. Білмеймін, досым, хакер досым хабарласам деп атқан. Сол хабарласам деп атқан, сол күтіп отыр менді. Не деген мен аяқта қарбыздар сатып отыр, жақсы. Өшім, енді не істейміз, басқа амал жоқ. Жүреміз қаланы арылып, нас қорсы. Өшім біздерде бұлай қарай басамыз. Аяқтан, мынау не? Ей? Аншынды ма налар? Налар чын деген ғой мынау адамдар. Шындақта опасный поворотта жай жүру керек. Өшім айтқанда алдыңызда машина шығып қалып, потом біздер опана баста басам. Енді хакер досыма бір жерге барып тоқтап звондап алу керек, ё-моё. Енді звондап алу бір жерге аяқта тоқтауға болмайды. Онда аяқта дрифт кетеді ғой. Жалпы дейді ойға қарай дрифт жасамау керек, ё-моё. Қаптайып кетті үш. Құм жолда шаматтай атты үш. Так, енді біз тоқта, ё-моё, солға сәл пәл қалды. Шымды аяққа қарай тоқтай сала келді. Жаққа қарай тоқтай. Звондалайын. Хакер, бауырым, қалай жағдай? Шүкір аман, не сенсің бә, қалайсың? Че там, не жаңалық? Өшім алдында шаруа не болды? О, Джонни, жақсы ой, өзің қалайсың? Алдында шаруа таптым, өшім мет деген бір жерде, короче, қыр жақта дейма, бір өзім адресін жіберем кәм, метка қойып алсын өзін. Все, хакер, рахмет, от души осаған. Өшім мен бүгін соны тындыру керек, өшім айтқанда. Все, давай, күтем. Өшім метті таптым дейма, бір әлі дейді ғой. Все, хакер дейм, өшім оны. Сәтмейінші көйесін алып олдым, ол бір клавдеші жақта дейм олмасын. Жақта клавдеші дейма, не бәле? Өшім сояқта дейді, ол сояқта тұр дейді, біздерге барып бол. Қарап дейді, ол көрінет дейді. Все. Өсе жақын жүрсін дейді, ол қайтып дейді. Түсіп барып қайт екенді. Әңгімелесіп шамал. Мен өз жалғыз жүр дейді, как раз. Сон барып қайтем, пока что бүйтіп. Автомат шығармай күте тұрайын. Қаяқты екен ол. Нәқна кіреді ода. Ренжімендер. Үшім. Ол метті тез стауы көріп. Вот, мәне. Не істептір,
шаруасын тындыру керек бұл конкретно. Үшім. Мет, қалайсың? Үшім мені алдында істеп кеткен шаруам болмады конкретно. Енді сол үшін жауап бересің әлі. Конкретно мен машинама жүріп отыр. Түсіндің бе? Тыныш қана жүресің. Жүр бұл. Қашып кетем деп ойлама. Конкретно жүр бұл. Бол дейсің. Машинам қойда yok көміні. Қақы қарай тастырдың осы. Ойға қарай. Сүйір. Жүр бұл. Бол дейсің. Тыныш қана жүрек наяқты ату. Вообще олды. Бұлар неғып жүмекшек тұр, жындыма мұны. Өшім, мәт. Мен қазір шаруаны тындырам сені. Жоқ қылам болшы. Так, өшім оған естесіп болады, жандырып жібереміз өндеп тұр. Не орма қазір? Сүйірміз. Бұл. Отырнайық. Тез. Ё-майы, уақыт жоқ менде тез кету керек. Бұл шаруалар ор сенені басқа. Бұл жүйін өтір. Өтір тез бұл. Сүйір есік жап. Үшіп сенемен шаруаны бітіп тастау керек. Мына есік неғып жауылмай алып тастан. Отыра бер, неғып шығып өтсін. Үшімет ауызына құм ойып қапты, мені көргенен чөтіп шокта тұрсын бә, қазір шокта тұрғанды көрсетеймей саған. Конкретно сені бір тауға бар, жандырып жіберіп тіріде өртім сен бар ол. Әзінақты апасының пауырлықтар екен, апасының. Үшіммен сені ешкім жоқ жерге апады. Көміп тастау керек, сенің бар ол конкретно. Нормально шаруа істеп жүреді кейкіміз кәдімдей. Адамдар бар екен. Үшім сені қаяққа барып тастаса болады екен. Джонни, мені өлтірмеші, мен бала шағам бар, әйелім бар. Жоқ, мет. Ондайға қарамай, бала шаға, әйел дейінде. Сен мені атпастап бұрын соны ойлану керек еді. Мені ешкім өлтірамайды. Өлтірем, Джонни. Аста, бала шағам бар, шағам қалдырсай, бұл шаруаны ұмытасылайды. Жоқ, мет, бұл шаруа оңай емес, ұмыту оңай емес ғой. Жақсы, мен сен кешірем, бірақ қайта сені оңайымыз қиын ғой, конкрет. Қайта сені алмаймыз. Қайдан білесің, мен сені жіберем жарайды, бірақ мені конкретно өлтіп кететін жарсын, қателігін істейтін жарсын. Оған сен гарантия жоқ өшім айтқанда. Өшім мет аузын жауып, тыныш қана отырсай, конкретно бұл шаруа тесіп бітіріп тастаймыз. Сен өлтірем болды. Бірегі апарып тастай өшім. Мен осы мені атпастан бірін ойлану керек. Қасында ғана офицерің қайда? Соны да апарып өлтіріп тастап, оны да тауып аламын. Үшім сенен алмайым, жақта көмектік кетем ау. Адам жоқ жерде. Аспанда вертолеттерді. Түсі конкретно. Не хаберге? Елмет. Конкретно. Өшім мет. Сен біткен жерін осы. Конкретно мен сені кешіретін едім, бірақ қалай кешірем сені. Давай мет.
метті ошаққа қалдып кетеміз. Майға жоқ оған деген. Өз шым айтқанда, үйге барып демалу керек қой конкретно. Үйге барып демалып конкретно жату керек. Тыныш енді анау офицер қызынға ұстап алу керек конкретно. Сол ғой мен атқам. Мет заказ берді, ол мені қатты. Ойлану керек еді мені ататын емес. Кеттім, үйге барып демалайынка. Осторожно, осторожно. Хакерге звондап жүрейін. Алло, хакер, брат, рахмет саған, метті тауып алдым, мен шаруасын бітіріп тастадым өшім айтқанда. Сөй, Джонни, әңгіме жоқ. Оға шыққы өшім айтқан саған әрден көмектесуге дайынмын ғой. Сөй, братан, давай, от души ғой, короче. Тағы бір просьба бар. Ана, сол меттің қасында жүретін офицер қыз бар емес пе? Соны тауып берсем деймін. Жақсы, мет, Джонни, айтсам болды ғой, чекіп бауы менкі конкретно. Сөй, хакер күтем ғой. Жұмысы тірліктерді бітіргеннен бір конкретно қызбен таныс болып келген. Жүрмендер. Үйге барып шаршадым, үйге барып жатайын конкретно. Не оңай. Шаршап кеттім бар ғой. Демалайын. Кеш табатты үш. Шым айтқанда сендермен болған мен Акули және де менің қасымда персонаж Джонни Давайте. Достар, каналға жазылып лайк басып атқандарыңызға рахмет. Сендермен болған Ако. Келесі видеода көріскенше қош сау болыңыздар. Давайте, достар, смело лайктарыңызды басып, басып каналға тіркеліп тастаңыздар. Достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Давайте.